Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осы видеода қысқа нұсқа өз салмақтарыңызға қарай калория есептеуді және артық салмақтан арылу үшін дефицит калорияны қалай жасау керектігін және өз салмақтарыңызға қарай қанша мөлшерде су керектігін толыққанды түсіндіріп айтып өтетін боламын. Ең бірінші калорияның не екендігіне тоқталып өтейік. Калория бұл күнделікті біздің энергия, жұмсалып жатқан энергиямыз, қуат мөлшерін өлшейтін бірлік. Калория қалай жұмсалады? Калорияны біз күнделікті әрбір қимылдап жатқан іс-қимылымыз, жүгірген спортымыз, кез келген спорт түрі кезінде, тіптен біз қазір сөйлеп отырған кезде де калория жұмсап жатырмыз. Біз ұйықтаған кезде де калория жұмсаймыз. Қазір организм тыныш отырған кезде біздің организмімізде неше түрлі нелер, қан айналымы жүріп жатыр. Яғни соның барлығына калория жұмсалады. Біз ұйықтап жатқан кезде, біз тыныс алған кезде де калория жұмсалып жатады. Яғни организмге қандай да бір күнделікті тағам арқылы біздің организмімізге энергия беріліп жатады, яғни калория жұмсалып жатады. Біз енді біз артық салмақтан арылу үшін әркімнің өзінің салмағына қарай, күнделікті активный қозғалыс белсенділігіне қарай, бойына қарай, жас мөлшеріне қарай әртүрлі калория тұтыну қажет. Яғни көп диетологтар стандарт менюді беріп жатады. Осы менюмен сен артық салмақтан арыласың. Әрине жұмыс жасайды, бірақ ол барлығына бірдей жұмыс жасай бермейді. Неге? Себебі әркімнің қозғалыс белсенділігі әртүрлі, әркімнің салмағы, сонымен қатар мақсаты, біреу арықтағысы келеді, біреу толғысы келеді, немесе біреу салмағын тұрақты ұстап қалғысы келеді. Сондықтан әркімнің мақсаты әртүрлі. Сондықтан әркімге әртүрлі калория қажет деген сөз. Енді сіздерге қазір өзіңіздің салмағыңызға қарай, бойыңызға қарай қанша калория керектігін есептеп көрсететін боламын. Ол үшін қазір мұқият мен сіздерге формула жүзінде көрсететін боламын. Негізі калория есептеудің жолдары өте көп. Интернет ашсаңыздар да өте жолдары көп. Кейбір диетологтар неше түрлі варианттарын ұсынып жатады. Бірақ ең тиімді, ең оңай жолын сіздерге қазір көрсететін боламын. Яғни бұл тәжірибе жүзінде мен өзіме де қолданамын. Осы формула арқылы өз салмағыма қарай калорияны есептеп, осы бойынша күнделікті калорияны артық салмақтан арылу үшін, немесе өзімнің салмағымды тұрақты ұстап тұру үшін осы формула арқылы есептеліп алынған калория мөлшерін тұтынып жүрмін. Сіздерге де практика жүзінде өтіп, өзінің жақсы нәтижесін бергендіктен сіздерге осы формуланы ұсынып тұрмын. Ең бірінші, біз айтып кеттік қой, организмге өзінің организм жұмыс жасап тұру үшін өзіне негізгі норма калория қажет. Оны біз қалай есептейміз? Суретте көріп тұрғандарыңыздай бұл нақты формула, осыны жазып алып, әркім өзінің салмағына, бойына қарай өз мөлшерлерін қойып қойса, оңай шығады. Яғни өздеріңіздің калория мөлшерлеріңізді есептеп аласыздар. 655 қосылған жақшаның ішінде өзіңіздің салмағыңызды 9-ді 6-ға көбейтесіз. Және оған қосасыз 1/8-ге өзіңіздің бойыңызды. Егер сіздің бойыңыз мысалы 1/65, 1/50 болатын болса, мысалы, оны мысалы 150 деп аласыз, немесе 160 деп аласыз. Түсінікті ғой, сантиметрді. Және одан азайтасыз 4/7-ні жас мөлшеріңізге. Жасыңыз нешеде? 25-те, 20-да. Мысалы, сіздерге түсініктірек болу үшін Айнұр деген аруды мысалға алайын. Айнұрдың салмағы 65 келі делік. Оның бойы 1/67. Жасы 25-те. Енді осы суретте көріп тұрғандарыңыздай, мен алдын ала Айнұрдың барлық өлшем бірліктерін формулаға салып есептеп қойдым. Яғни Айнұрдың негізгі норма калориясы 1462. Яғни бұл организм жұмыс істеп тұру үшін, біздің организміміздегі барлық органдарымыз жұмыс жасап тұру үшін, қан айналымы дұрыс жұмыс жасау үшін бұл негізгі организмге қажетті калория. Бірақ сіз күнделікті әйел адамдардың қимыл қозғалыстары көп, мысалы, тамақ істейсіз, баланың артынан жүгіресіз, неше түрлі нелер бар ғой. Яғни сіздің қозғалыс белсенділіктеріңізге қарай, мысалы, кейбір әйелдердің жұмысы жүгіріп жасайтын жұмыстар, біреулер сидящий, яғни отырып жұмыс жасайтындар. Компьютердің алдында отырып, болмаса үйден айналып шықпайтын әйелдер бар деген сияқты. Әркімнің белсенділігі әртүрлі. Соған қарай біз енді өзіміздің қозғалыс белсенділігімізге қарай калория мөлшерін есептеп алуымыз қажет.
Оны қалай есептейміз? Яғни біз күнделікті белсенділік коэффициентімізді анықтап алуымыз қажет. Енді ол белсенділік коэффициенті қалай анықтаймыз? Осыны мұқият қарап, өздеріңізге нақты санды есептеп алу маңызды. Яғни өздеріңізді алдамаңыздар. Себебі осы жерге байланысты сіздердің нақты калорияңызды есептеп алу. Яғни 1/2 бұл ең бірінші коэффициент, бұл үйде отырып жұмыс жасайтындар. Яғни артық қозғалыс жоқ, барынша андай активный қозғалыс көрсеткіші төмен. Бұған жаңағы үйде жұмыс жасайтын әйелдерді айтуға болады. Жаттығулар жасағанда да жеңіл ғана жаттығу, артық жұмыс өздерін қинап, артық тренировка жасалмайды. Демек, осыны біздің жаңағы негізгі норма калориям шықты ғой, Айнұр ханымда 1462 калория шықты дейілге. Бұл негізгі норма калориясы. Егер Айнұр ханым үйде тек үй шаруасымен айналысатын болса, онда біз оны өзінің негізгі норма калориясын 1/2-ке көбейтеміз. Ал егер сіз жұмысыңыз жүгіріп жұмыс жасайтын болса, мысалы медицина қызметкерлері, мысалы таңнан кешке дейін ары-бері жүгіріс нелері көп, оларда кішкене активный белсенділік қозғалысы жоғарылау дейік. Сонымен қатар кішкене жаттығу жасайтын болсаңыз, аптасына 1-2 рет жаңағы өзіңізге 1 сағат, жарты сағат уақыт бөліп жаттығу жасайтын болсаңыз, немесе жүгіріп өзіне көңіл бөліп жаттығу түрлерін айналысатын адамдар болса, онда оны сіз негізгі норма коэффициентіңізді 1/375-ке көбейтесіз. Ал егер сіз қарқынды жаттығу жасайтын арулар да бар, адамдар да бар. Олар мысалы аптасына 4-5 рет жаттығу жасайды, немесе күніге өзіне 15 минут, 20 минут міндетті түрде жаттығуға уақыттарын айтындар бар. Күніге таңертең жүгіретіндер бар. Сонымен қатар өзіне жаңағы 10.000 шаг жасап күнделікті мақсат қойып, солай айналысып өзімен жұмыс жасайтын арулар да бар. Фитнес-залдарға жазылып, міндетті түрде барып, ал олар 1/55-ке көбейтеді өзінің негізгі норма калориясын. Қарқынды түрде жұмыс жасайтындар бар, ауыр жаттығу жасайтындар бар. Ауыр жаттығу деп отырғанымыз, мысалы ауыр штанга көтеріп, жаңа қолы, аяғы, жаңа бұлшық еттерді қатайтып сөйтіп жаттығу жасайтын арулар да бар. Олар 1/725-ке көбейтеді өзінің негізгі норма калориясын. Біз жаңа айта кеттік, Айнұр ханым үй жағдайында отырады, яғни оның белсенділік коэффициенті төмен болады, яғни 1/2-ке көбейтеді. Айнұр ханымның 1462 бұл негізгі норма калориясы, соны біз 1/2-ке көбейткен кезде 1754 болды. Бұл Айнұр ханымның бір күнде қажет норма калориясы. Енді біз Айнұр ханым салмағын жоғалтқысы келсе, онда калорияны азайтады. Жоқ, салмағым тұрақты бір орында ұстап тұрады, менің салмағым өзіме қанағаттанарлық дейтін болса, онда Айнұр ханым бір күнде 1754 калорияны ұстану қажет. Жоқ, Айнұрдың мақсаты толы болса, кейбір қыздар тоқтауды қалайды, толғысы келсе, онда 1754-тен көп 200-300 калория үстіне қосылып, Айнұр ханым 1754-тен көп калория тұтынатын болса, онда ол міндетті түрде салмақ қосады. Енді біздің мысалымызда Айнұр ханымның артық салмақтан арылғысы келеді. Яғни оның мақсаты артық салмақтан арылу. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Дефицит калория жасауымыз керек. Дефицит деген не? Бұл организмге тұтыну тамағымыздың тапшылығы. Организмге тапшылық калория жасаймыз. Дефицит калория жасаймыз. Оны қалай жасаймыз? Сіздің жаңағы шыққан 1754 калориямызды біз 20%-ын аламыз, немесе 0,8-ге көбейтеміз. Сол кезде біздің дефицит калория шығады. 1754-ті 0,8-ге көбейткен кезде 1403 шығады. Бұл дегеніміз, Айнұр ханым бір күнде 1403 калория тұтынатын болса, онда Айнұр ханым міндетті түрде артық салмақтан арылады. Яғни ол жаңағы қатты нагрузка түсірмей, күнделікті спортпен айналыспай-ақ
Айнұр ханым егер осындай дефицит калорияда тамақтанатын болса, онда міндетті түрде артық салмақтан арылады. Кейбір сұрақтар туындап жатады, осы жерде айта кетейін. Жаттығу жасамай-ақ артық салмақтан арылуға болады ма деген сұрақ. Иә, менің жауабым иә. Сіз егер организмге дефицит калория жасайтын болсаңыз, спортсыз арықтауға болады. Бірақ спорт неге? Онда спорт жасаудың қажеті не? Мен деген де сұрақ туындайды. Сіздің арықтаған кезде теріңіз салбырап қалмау үшін, жаңағы неңіз, фигураңыз әдемі, рельефті фигура болған қалайтын болсаңыз, және салмақпен тез арылуға да көмектесу үшін жаттығу қосқан дұрыс. Аптасына 3 рет, 2 рет, күніге ең болмаған кезде 10-15 минут өзіңізге міндетті түрде жаттығуды қосқаныңыз дұрыс. Сіздерге барлығы түсінікті деп ойлаймын. Мен сіздерге ұзақ қиындатпаймын. Қысқа ғана видеомен осы калория мөлшерін есептеуді үйреткім келді. Барлығыңызға тапсырма, өзіңіздің калорияңызды есептеп, менің жекеме жазып жіберіңіз. Сол калорияға қарай келесі видеода мен сізге меню құрауды үйретемін. Жақсы, мен калорияны есептеп алдым, өзіме калория есептеп алдым. Енді бұның маған мен қалай өзімнің тамақтану менюімде осы калорияны кіргіземін. Тек осындай калорияның шеңберінен шықпай тамақтанамын деген сұрақ туындап жатқан болар сізде. Мен келесі видеода сізге өзіңіздің осы есептеген калорияңызға қарай меню түзуді үйрететін боламын. Және мен сіздерге осы тақырыптың басында су мөлшерін айтып кетемін деп ескерттім. Енді сол суды айта кетейін. Жалпы барлығыңызға белгілі, бұл су тіршілік көзі. Яғни біздің организміміздің өзі 65-70% судан тұрады. Біз сусыз өмір сүруіміз қиын екендігі барлығымызға белгілі. Бірақ организмге жеткілікті түрде су түсіп тұру керек. Егер ол жеткілікті түспесе, өзінің зияны болады. Артып кетсе, яғни көп су ішіп қойсаңыз да оның зияны болады. Сондықтан алтын орта деп айтады ғой, өзінің алтын ортасын, яғни өзіңіздің салмағыңызға қарай нақты су мөлшерін есептеп алуыңыз қажет. Оны қалай есептейміз? Оны қазір айтатын болам. Жалпы жаңағы пайдасын айта кетейін. Судың пайдасы өте көп. Ол бірінші, сіз егер өзіңіздің салмағыңызға қарай суды тұрақты түрде ішіп отыратын болсаңыз, онда сіздің организміңіздегі артық тұздар, токсиндер, шлактар, яғни сіздің организміңізге қажет емес заттарды су арқылы шығарып отырасыз. Және артық салмақпен арылуға бірден-бір көмекші осы су болып табылады. Яғни суды өзіңіздің, әрине ол өзіңіздің мөлшеріңізге қарай іше алсаңыз. Және біздің көбінесе асқазан ауыратындар бар. Бұл менің практикамда да өткен. Жолдасым жаңағы ұзақ уақыт асқазан жарасымен ауырған. Яғни ол күнделікті таңертең аш қарынға жылы су ішу арқылы өзінің асқазанын емдеген. Мен өзімнің жаңағы көз алдымдағы практика жүзінде болып жатқан нәрсені сіздермен бөлісіп отырмын. Судың пайдасы бұл өте көп. Сол арқылы өзінің жаңағы асқазан ауруынан арылып, осы уақытта қазір өз салмағына қарай тұрақты түрде суды ішу біздің әдетімізге айналып кетті деуге болады. Енді және бұл терінің сұлулығы. Сіздің егер теріңіз әдемі, артық прыщиктар, безеулер, қызарулар болмауын қаласаңыз, онда тұрақты түрде суды ішуді үйреніңіз. Әрине өз мөлшеріңізге қарай. Енді қанша мөлшерде су ішу керектігін сіздерге айтайын. Жалпы біз салмағыңызды, өзіңіздің салмағыңызды 30-ға көбейтетін болсаңыз, оңай 30-ға көбейтесіз, бір күндік су мөлшері шығады. Яғни Айнұрдың салмағы, біз Айнұрды мысалға алғандықтан сол кісіні көрсетейін, 65-ті 30-ға көбейтсеңіз 1950 шығады. Яғни 1 литр 950 грамм Айнұр бір күнде суды ішу қажет. Біз суды қалай ішеміз? Бөлме температурасындағы жылы су болу керек, салқын суды ішпейміз. Салқын су бұл біздің организмімізге, ол ішектерге салқын болуы мүмкін. Сондықтан жылы су. Комната температурасын жаз мезгілінде бөлме температурасындағы суды ішесіз. Ал егер қыста болса, аздап жылытып ішіңіз.
қан жылым су дейді ғой, неге біздің қан жылым су, организмімізге тұрақты өзіміздің температурамызға келетін суды ішуіміз қажет. Яғни таңертең тұрасыз, ұйқыңыздан оянғаннан кейін тісіңізді шаймай, жумай, сіз ашық қараңғы жылы су ішуіңіз керек. Неге тісті жумай ішуді не қыламын? Себебі біздің түнімен аузымызға жаңағы сілекейлер болады, сол ішке сіздің жаңағы организмдегі токсиндерді, зиянды нелерді шығаруға сумен бірге өзінің құрамында сондай бір элементтер бөлінеді. Сондықтан сіздерге кеңесім, таңертең тұрып, қолды шайып, ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден жылы суды ішуді, 2 стакан жылы суды ішуді әдетке айналдырыңыз. Және суды отырып, асықпай, трубочка болса, трубочкамен ішіңіз, немесе асықпай отырып ішіңіз, міндетті түрде. Тұрып ішпеуге тырысыңыз. Неге? Себебі ол сіз тұрып ішетін болсаңыз, бірден ішіңізді, асқазаныңызды кеңейтіп жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан жаңағы тамақ уақытында, тамақтан бұрын 20-30 минут, тамақтан кейін 20-30 минуттан кейін су ішуіңіз керек. Бұл сіздің артық салмақпен арылуға, ішкен тамағыңызды қорытылуға, тамақтың алдындағы ішкен су сіздің көп тамақ тұтынып қоймауыңызға көмектеседі. Сондықтан қыздар, айтылған әрбір кеңесті өзіңізге түртіп алыңыз, өзіңізге жазып алыңыз, соны күнделікті әдетіңізге айналдыруға, өмірлік неде қолдануға тырысыңыз. Судың пайдасы өте көп. Сондықтан сіздерге сәттілік, менің беріп жатқан ақпаратым сізге аз да болса септігін тигізіп, өзіңіздің артық салмақпен күресу барысында көмектеседі және денсаулығыңызға денсаулығыңыздың жақсаруына үлкен септігін тигізеді деген сенімдемін. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.